Бәріңізге сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода осындай порционды милка десертін дайындаймыз. Бұл десерт енді өте керемет, бұны міндетті түрде жасап жеп көрулеріңіз керек. Ең алдымен бисквитін дайындаймыз. Ол үшін бөлме температурасындағы жұмыртқаға қантымызды салып көпіртеміз. Міне массамыз осылай 2-3 есе ұлғаяды. Осының үстіне сұйық май құямыз. Жылытылған сүтті құямыз. Содан кейін мына жерде менде какао, разрыхлитель ұн, үшеуін осылай араластырып алғаннан кейін жартысын саламыз. Сосын массамыз отырып қалмайтындай астына үстіне қарай жайлап араластырамыз біріккенше. Біраз бірікті-ау дегеннен кейін жаңа қалған екінші жартысын саламыз. Дұрыс араласпай қалған жерлері болса, осылай лопаткамен астына үстіне қарай тағы да бір кішкене 4-5 секунд араластырып аламыз. Енді осыны пергаментімізге құйып, жайып, алдын ала қыздырылған пеште мен 175 градуста 18-20 минутта пісіріп аламын. Бисквитіміз піскенше кремін дайындаймыз. Сүтімізге 3 сарымызды саламыз. Осыны жақсылап араластырып алғаннан кейін жаңағындай сүзекіден өткіземіз. Өйткені жылтоқтың кейбір ағарған сыртқы оболочкалары ол бізге кедергі келтіреді. Осылай сүзіп алған дұрыс. Міне осындайларын алып тастаймыз артығын. Енді осының үстіне қантымызды саламыз. Сосын мына жерде менде кукурузный крахмал бар, соны салып, жақсылап араластырып, отта қоюланғанша пісіріп аламыз. Міндетті түрде тоқтамай араластырып тұру керек, өйткені түбі жабысып, күйіп кетеді. Қоюланам дегенше араластырып тұру керек. Міне осылай қою болған кезде, міне бүлкілдеп қайнап қоюланған кезде оттан аламыз. Сөйтіп сразу бұны бір тезірек суитындай ыдысқа құйып алғандарыңыз дұрыс. Енді осының бетін в контакт пищевой пленкамен жабамыз. Бетінде ауа қалып кетпеу керек, әйтпесе корочка пайда болады. Міне осылай тигізіп тұрып жауып шығамыз да, осыны салқын жерге қойып қоямыз, суығанша. Толық суы керек. Енді бағана піскен бисквитімізді бөліктерге бөліп аламыз майдалап. Мен осылай беткі слойын алып тастаймын, өйткені ол жұмсақ болады да, оны қолмен бетіп езген кезде кедергі келтіреді. Енді сіздерге ол кедергі келтірмесе алмасаңыздар да болады, сразу осылай қолмен езе беруге де болады.
холодильникте тұрған стакандарымыздың үстіне құйып шығамыз. Осылай бөліп 4 стаканнан немесе 6 стаканнан құйып алған дұрыс. Барлығына құйып осылай содан кейін барып жаятын болсаңыздар, онда мына бастапқылары қатып қалуы мүмкін. Жаңа креміміз салқын, шоколадымыз жылы болғаннан кейін. Сондықтан 6 стаканға құйып алғаннан кейін шоколадты жайып шығу керек. Жайып болғаннан кейін холодильникке қойып аласыздар. Тағы бір 15-20 минут қана ганашымыз қатады. Қатқаннан кейін барып бетіне өзіңіз қалауыңызбен сәндеп шығасыздар. Маған осылай, мынау менде Колебауттың криспи шоколад, содан кейін вафельная крошка септім. Осы екеуі әдемі көрінеді. Осы видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып кетулеріңізді сұраймын. Сіздер де жасап көріңіздер.